Жуырда қаржылық сауаттылық деңгейін анықтау мақсатында жүргізілген зерттеулер Қазақстан халқының 63%-ның айлықтан айлыққа дейін өмір сүретінін көрсетіп берді. Қазақмыс қызметкерлерінің басым көпшілігі де осыған ұқсас сценарий бойынша тіршілік етеді. Корпорация қызметкерлері арасында жүргізілген соңғы әлеуметтік сауалнама нәтижесіне сүйенсек, жұмысшылардың 80%-дан астамы өмірінде бірінші рет несие алған немесе қазіргі алған несиелерінің төлеп отыр. Әрбір екінші қызметкер ешқандай қор жинамаған. Қаржыгерлердің пікірінше, әдетте отбасының қаржылық жағдайы тапқан табыстың төмендігіне емес, оның сауаттылықпен жұмсай білуге байланысты. Қазақмыс ТВ халықаралық экономикалық сауаттылық орталығымен бірлесіп, қаржылық сауаттылық деп аталатын жаңа айдар ашып отыр. Отбасының бюджетін қалайша дұрыс жұмсауға болады? Несие алған кезде қандай мәселелерді ескере алған жөн? Ипотека тиімді ме, әлде тұрғын үйді жалға алып, сонымен бір мезгілде баспана сатып алу үшін депозитке ақша салған оңтайлы ма? Қайсысы дұрыс? Бағдарламаның алдағы сандарында біз осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бәрінде бар кредит, осы жерде жұмыскерлердің бәрінде кредит бар. Отбасылық жағдайларға байланысты алынған несиелер бар, тұтыну несиесі. Мен бір рет несие алып көрдім, пайыздық үстемесі тым жоғары екен, сол жағын ұнамады. Кредит бар, потребительский кредит алдым. Әлеуметтік сауалнама нәтижесіне сүйенсек, Қазақмыс қызметкерлерінің тек 18% ғана банктерде несие алмаған. Әрбір үшінші жұмысшы тұрмыстық жағдайын жақсарту мақсатында несие сұрап, банктердің көмегіне жүгінген. 18%-ға жуығы тұрмыстық техника немесе жиһаз сатып алу мақсатында банктерге қарызданған. Әрбір 10-шы жұмысшының мойнында бір емес, бірнеше несие бар. Олардың бәрі де әртүрлі мақсатқа алынған. Қазақстанда бұрын бірден бірнеше несие алу аса қиынға соқпайтын. Ал биылғы жылы сәуірдің 1-нен бастап реттеуші орган бұған тосқауыл қойды. Многие заемщики переоценивают, как обычно. Әдетте қарыз алған адамдардың көпшілігі өзінің төлем қабілетін дұрыс бағаламайды. Содан кейін несие төлеуге қиындықтар туындап жатады. Реттеуші органның талабы күшейтілді. Онда банктер 1 сәуірден бастап ай сайын төлейтін төлемді жалпы табыстың 50%-нан асатын клиенттерге несие беруге хақысыз деп жазылған. Общего уровня дохода. Кез келген тауар сынды несиені де 14 күн ішінде кері қайтаруға болады. Тауар түрінде алынған несиені дүкенге қайтадан алып барып өткізу үшін чекті көрсетсе жетіп жатыр. Вы можете, да, вы вправе. Қаржылық қызмет түрлерін тұтынушы ретінде сіздің алған несиеңізді 14 күн ішінде банкке кері қайтаруға хақыңыз бар. Ал банкке сол несиені пайдаланған күніңіз үшін ғана пайыздық үстеме төлейсіз. Ол 3,5 күн болуы мүмкін, бірақ 14 күннен аспауы тиіс. 3-5, до 14 дней. Қаржыгер мамандар несие келісім шартын бекіткен кезде негізгі 3 бапқа ерекше көңіл бөлу керектігін айтады. Біріншіден, жылдық тиімді сыйақы мөлшерінің көлемі. Екіншісі, несиенің мерзімі. Үшіншісі, оны төлеу тәсілдері. Осының бәрін қоса есептегенде банкке негізгі қарыздан бөлек қанша ақша төлейтініңізді анықтап білуге болады. Кредит бар, потребительский кредит алдым. 3 миллион алдым. 3 жылға. Проценті көп. Қаншалықты көп? Енді басында қазір. Короче, 2 миллион алсаң, почти 4 миллион қайтарасың ғой. 2 есе. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесіне банктердің жарнамада айтылатын номиналды пайыздық мөлшерлемесі енгізілген. Сонымен қатар, осы кредитке қызмет көрсеткен үшін алынатын комиссиялар тізімі де қосылады. Тиімді мөлшерлеме номиналды мөлшерлемеден 2-3 есе артық болуы мүмкін. Мамандардың бірінші кеңесі билбордтарда жарнамаланатын мәліметтерді ешқашан басшылыққа алмаңыз. Қай кезде де несие мен өзге де қаржылық өнімдер бойынша жылдың тиімді сыйақы мөлшерлемесіне көңіл бөліңіз. Екінші кеңес, несиені төлеу мерзімін таңдағанда қателеспеуге тырысыңыз. Чем дольше вы рассчитываете по этому кредиту? Сіз кредитті қанша ұзақ төлесеңіз, банкке төленетін пайыздық үстеме де арта түспек. Кредитті өтеу мерзімі қаншалықты аз болса, соншалықты жақсы. Мәселен, 3 айда ай сайын несиені жабуға көп ақша бөлуге тура келеді. Дегенмен банкке пайыздық үстемені де аз төлейсіз. Несиені төлеудің аннуитетті және сараланған деп аталатын тәсілдері бар. Аннуитетті төлем несие туралы келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейін өзгермейді. Яғни әр клиент ай сайын бірдей төлем төлеп отырады. Ол пайыздық мөлшерлеме мен негізгі қарыздың белгілі бір бөлігін ескере отырып есептеледі. Ал сараланған төлем тәсілін таңдаған клиент негізгі қарызды теңдей бөліктерге бөліп төлейді және оған пайыздық үстеме қосылады. Алайда негізгі қарыз азайған сайын оған қосылатын пайыздық үстеме де кеміп отырады. Выгоднее, конечно, погашать дифференцированным способом. Әрине, сараланған әдіспен төлеген тиімді. Бастапқыда белгілі бір соманы төлейсіз және оны кестеден көріп отырасыз.
Несие рәсімдейтін азаматтардың санасында мынадай қатып қалған қағида сіңіп қалған. Олар өздерін сұраушы тарап ретінде санайды, өйткені қарызға ақша алады. Шынында біз серіктеспіз. Біз банктермен тең құқылы серіктеспіз. Несие алушының да таңдау құқы бар. Аннуитетті тәсілмен төлесе де, сараланған тәсілмен төлесе де, әркім өзі біледі. Заемщик сам имеет. Несиенің ерекшеліктері мен өзге де қаржылық қызмет туралы мәліметтерді хабарымыздың алдағы сандарында біле аласыздар.